Beeline'da сіздерге азбука жеткізеді. Потом егер мына жерден галочкаларды қойышы болса, осыларға мына жерде жет деп тұру керек. Мына жерде сосын генерировать дейді. Сіздер осыны копировать етіп алсаңыз да болады, сосын применить етіп алсаңыз да болады. Маған копировать етіп алған копировать етемін. Сосын назар сосын оны осы жерге қоясыздар. Ол енді сіздерде порт P80-де тұрса, онда ол P80-де тұра берсін. Ал егер басқасында тұрса, онда P80 жоқ қойыңыздар. Енді сервер автоматическийге қоймаңыздар. Басында кіретін кезде онда автоматическийге қойыңыздар. Енді начальникпен басамыз. Потом мынау глобал сервері подключен. Это выполнение и подключение. Енді полный кірдім. Енді ютубқа кіріп көрсетемін. Файлсында ютубқа кіріп ашып компания ашып көрдіңіздер. Осы сіздерге TLS VPN-нің осы версиясы, жаңа версиясы бұл ссылкада болады. Сол ссылкаға кіріп, сіздер скачать етіп алуыңызды сұраймын. Және менің көрсеткенімдей осыларды істеңіздер. Сонда сіздерге тегін интернет бола береді, тегін интернет.